Сәлем достар, бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ, дәмі сонда керемет болып шығатын етті бәліштің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны көрместен бұрын менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар достар. Бәлішті дайындау үшін бізге алдымен қамырын дайындап алу керек. Осы жерде тұрған барлық ингредиентті қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Салмасына менде сиырдың фаршы, сіздер кез келген қалаған фаршыңызды қоссаңыздар болады. 2 пияз және асқабақ қосамын. Ендеше достар, біз қамырды илеуге кірісеміз. Алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Оның үстіне сары майды қосып, ерітіп дайындап аламыз. Сүтіміз қатты ысып кетпеу керек. Үстіне жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне тұзды, дрожжімізді, разрыхителімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнды қосуға болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда ғана жақсы жұмсақ қамыр илеуге болады. Бізде қамыр иленіп болды. Енді бетін жауып 1 сағатқа бөлме температурасына қойып қою керек. Қамырымыз тыныққанша біз салмасын дайындап аламыз. Асқабақты да, пиязды да ұсақтап турап алу керек. Достар, қаласаңыз картоп қосуға болады, сарымсақ, аскөк, неше түрлі шөптерден қоссаңыздар болады. Енді фаршымызға дәмдеуіштерін қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жақсылап тынықты. Енді бұл қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі кішірек болғаны дұрыс, біреуі үлкенірек болғаны дұрыс. Қамырдың үлкен бөлігін алып, оқтаумен ысып аламыз. Табамызды жақсылап майлап, ысылған қамырымызды табаның ішіне салып жаятын боламыз. Видеода көрсетілгендей, жан-жағына қабырғасына жеткенше қамырымызды созып жайыңқыраймыз. Үстіне дайындап алған салмамызды салып, біркелкі жазып тегістейміз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін алып, оқтаумен жазып аламыз. Жазып алған қамырымызбен бәліштің бетін жауып, астыңғы қамырымен біріктіреміз. Ішіне салған салмамыз шығып кетпес үшін жақсылап жабыстыру керек. Қақ ортасынан бір тесік жасап, айналасын шанышқымен тесіп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Күнжітті сеуіп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің етті бәлішіміз дайын. Қамыры өте жұмсақ, дәмі де, иісі де сонда керемет болып шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің видеом сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, басқа да достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғыс білдіремін. Сіздермен бірге болған
сәуле.